апа образымен көпшілікке таныс Ерболат Төлегенов таспен ерегісіп қалғанын мойындады. Ел аузында Қайрат Ерболаттың басынан бөтелкемен бір ұрды деген алып қашпа әңгіме тарады. Оқиғаның ара қатынасы әзілкештің өзі түсіндіріп берді. Ерболат Төлегенов көпшілікке Шмән апа рөлімен таныс. Сахнаға шыққанына көп уақыт болмаса да, бүгінде өз көрермені жанкүйері бар. Сахнадан бөлек кино-сериалдарында, тойларда, әлеуметтік желіде бой көрсетіп жүр. Ара-тұра вайн түсіреді. Бірнеше әні ел аузында. Шмән апамен желіде ерегіскен, сөз таластырған танымал жандар бар. Бұл жолы әзілкеш танымал өнер өкілдерімен бетпе-бет ерегіскен сәтін еске алды. Қайрат Нұртаспен ерегіскен кезімді көпшілік өтірік әңгімеге айналдырыпты. Қайраттың менің басымнан бөтелкемен ұрғаны өтірік. Ондай болған емес. Мүмкін бөтелкені жай лақтырып қалып, маған тиіп кеткен шығар. Ондай төбелес болған жоқ. Тек жай ғана сөзбен келіспей қалдық. Мен Қайратқа сенен 10-15 жас үлкен болмасам да, 5 жастай үлкендігім бар. Сондықтан жасымды сыйла дедім. Әні жақсы болса, ағасы да жақсы жүреді. Сол күйі әрі қарай түсініп, сөйлесіп кеттік. Сонда жүрген жігіттер арашалап алды, деді Ерболат Төлегенов. Әзілкеш бұдан бөлекте түсінбестіктер болғанын мойындайды. Музарт ансамбліндегі Ерлан аға мені жақтырмайтынын, менің өнерімді құп көрмейтінін айтып қалды. Мен оған қарсы ешнәрсе айтқан жоқпын. Өзіңіз білесіз дедім. Бақыт Беделханмен келіспей қалғанымыз рас. Сахна сыртында тұрғанымызда бір жігіт менің өнерімді бағалайтынын айтып жатты. Сонда қасында тұрған Бақыт Беделхан қашан еркек болатынын сұрашы, деді. Ол сөз менің көңіліме тиіп қалды. Бірден жауап айттым. Андағы әңгімеңіз артық дедім. Ерегіскендей болдық. Қазір аманымыз түзу, деді әзілкеш.